бір қарағанда онша қорқынышты көрінбеуі мүмкін. Бірақ маған сеніңіз, бұл мен көрген ең қорқынышты вокзал. Кенет темір жол туннелінен бір түрлі дыбыс шықты. Мазасыз дыбыс күшейе түсті. Тіпті айналадағы заттарға да әсер етті. Көпшіліктің арасынан шыққан Себастан бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Ол кетуді ойлады. Бірақ тым ұзақ ойланбады. Туннель маңындағы адамдар қорқынышты дыбысқа жауап бере бастады. Ол оларды айтарлықтай өзгертті. Көздерінің түсі өзгерді. Олар темір жолдарға қарай ұмтыла бастады. Пойыз жақындап келе жатқанда, олар гипнозға ұшырағандай оған қарай жүрді. Дүрбелеңде Себастан рельстерге құлап кете жаздады. Бірақ ол тепе-теңдігін керемет түрде сақтап, апаттан аман қалды. Көп ұзамай әйелі телефон соғып, тез арада үйіне оралып, қызы Аннаны мектептен алып кетуін өтінді. Оның айналасындағы жағдай ушығып бара жатқанда, Себастан әріптестерінің оның көзінше өз-өзіне қол жұмсағанына куә болды. Шошып кеткен ол кеңседен қашып кетті. Көшеде ер адам кенеттен жоғарыдан құлап, оның көлігіне қонды. Ол соқтығысқан кезде оны қиратты. Қала абсолютті хаосқа батып кетті. Адамдар үрейленіп қашып кетті. Көліктер бақылаудан шығып кетті. Барлық жерде апаттар болды. Әйтеуір Себастан өзін құтқарып үлгерді де, Аннаның мектебіне қарай жүгірді. Ол келгенде қызметкерлердің өлгенін және ғимараттың қирағанын көрді. Өрт барлық сыныптарды шарпыды, ал балалар қорқыныштан қатып қалды. Ол Аннаны ұстап алып, олар қираудан өтіп бара жатқанда, оны өзімен бірге жауып тастады. Жолда олар діни қызметкер оны тоқтатқан шіркеудің жанынан өтіп бара жатты. Діни қызметкер Себастанға болып жатқан оқиғаның Құдайдың сыйы, кереметі екенін айтты. Бірақ Себастан ғажайыптарға қызығушылық танытпады. Ол тек отбасын сақтап қалғысы келді. Бір ауыз сөз айтпай, жолын жалғастырды. Сыртқа шыққаннан кейін ол ақыры әйелін байқады. Бірақ олар қайта қауышқаннан кейін, бірнеше минуттан кейін, жылдамдықпен келе жатқан көлік күтпеген жерден шығып, оны қағып, сол жерде өлтірді. 9 айдан кейін Себастан мен оның қызы Анна қараусыз қалған скейтбординг стадионында бірге уақыт өткізеді. Шуды естіп, қашып кеткенде, олардың тыныштығы кенет бұзылады. Бірақ олардың барлық тамағын ұрлап жатқан соқыр қарақшылар тобы жасырынып қалады. Себастан жараланғанымен, ол қарсы тұруға тырысады. Бірақ Анна оны тоқтатады. Кейінірек ол шабуылдаушылардың аштық пен шарасыздықтан өліп жатқанын түсініп, оған алғысын білдіреді. Радиода олар сыртта бөтен планеталықтар бар екенін ескертеді және барлығына оларға тікелей қарамауға кеңес береді. Өйткені олар адамдардың санасын басқарып, оларға зиян тигізуі мүмкін. Себастан мен Анна көздерін жұмып, сыртқа шығады. Ол кейбір бейтаныс адамдарға жақындайды. Олардың да көздері матамен жабылған. Оларда жейтін бірдеңе бар ма деп сұрайды. Өйткені ол бірнеше күннен бері тамақ ішпеген. Басында олар екіленеді. Бірақ Себастан оларға инженер екенін және оның компаниясының электр қуаты мен жылуды қамтамасыз ете алатын генераторының қайда екенін білетінін айтады. Кенеттен оларға бөтен аураның оғаш энергиясы жақындай бастайды. Сондықтан олар Себастанды өздерімен бірге алып кетуді шешеді. Олар оны көптеген тірі қалғандар жасырынған құпия мекемесіне апарады. Ер адамдардың бірі Марсиал Себастанның жарақатын байқап, оған жасырынып жатқан дәрігер Лилианаға баруын айтады. Ол Себастанның жарасын емдеп, не болғанын сұрайды. Ол кейбір бұзақылармен төбелескенін айтады. Кейінірек ол оған тамақ береді. Ал тірі қалғандардың бәрі каминнің айналасына жиналады. Соқыр адам өз тарихын айта бастайды. Шетелдіктер оны ұстап ала жаздағанын, бірақ ол пышақпен соқыр болып қалғанын және әрең қашып кеткенін түсіндіреді. Ол сондай-ақ шетелдіктер құрбандарын маңдайындағы көздің оғаш белгісімен белгілейтінін айтады. Кейінірек барлығы автобуста ұйықтап жатқанда Себастан кенеттен көлікті іске қосты. Лилиана одан неге оны іске қосып жатқанын сұрайды. Бірақ Себастан бәрі жақсы болады деп салқын жауап беріп, жылдамдығын арттырады. Қалғандары оянып, оны тоқтатуға тырысады. Бірақ ол рөлді мықтап ұстап, жылдамырақ жүріп, ғимаратты және оның жолындағы барлық нәрсені қиратады. Ақыры автобус апатқа ұшырап, аударылып, барлығы жарақат алады. Осы кезде шетелдіктер пайда болады. Ауыр жарақат алған Марсиал автобустан түсіп, кездейсоқ шетелдіктерге қарап қалады. Ол бірден өткір сынықтармен өзін өзі өлтіреді. Лилиана да дірілдеп көліктен түседі, бірақ көзін ашпайды. Себастан оған сабырмен уайымдама деп, көзін саусақтарымен күшпен ашады. Ол келімсектерді көріп өледі. Тағы бір адам келімсектерді көріп, темекісін автобустан ағып жатқан бензинге лақтырып жіберіп, айналасындағылардың бәрін жалынға оранған жарылыс тудырды. Себастан құрбандардың денесінен кетіп бара жатқан жандардың алтын нұрын көреді. Содан кейін Анна Себастанның ақыл ойының елесі ғана екені анықталды. Ол оны құтқарушы деп атай отырып, оны мақтайды және оның дұрыс жасағанын айтады. Өйткені қазір барлық адамдардың жаны ең жақсы жерде болады. Себастан қараңғы дәлізден өтіп бара жатып, оған соқтығысады. Қабырғада қолдары байланған бірнеше адам айқышқа шегеленген. Олардың көпшілігі қазірдің өзінде өлді, бірақ бір адам өмірге әрең жабысады. Соңғы демінде ер адам оларды азаптайтын тіршілік иелері, басқа галактикадан келген құбыжықтар және олар бәрін өлтіреді деп сыбырлайды. Бірақ Себастан олардың періштелер екенін сабырмен талап етеді. Ол өліп бара жатқан адамның көзін ақырын жұмып,
оның жаны аспанға көтеріліп бара жатқанын елестетеді. Бірнеше минуттан кейін Себастан келесі құрбандарын іздеуге шығады. Ол дәріханаға бөтен планеталықтарға қарамауды үйренген көптеген басқа адамдар сияқты көзін шүберекпен жауып кірген әйелді байқайды. Ол оның аяқ дыбысын естіп, оның кім екенін сұрап тоқтайды. Ол өзін Клер деп таныстырады. Себастан аштықтан өліп жатқанын және бірнеше күннен бері тамақ ішпегенін, бірақ жұмыс істеп тұрған генератордың қайда екенін білетінін айтып, әдеттегі өтірігін қайталай бастайды. Көп ұзамай Клердің екі серігі Рафа мен Октавио екі итімен келеді. Олар күдіктеніп, басқа бейтаныс адамды қабылдауға қарсылық білдіреді. Бірақ Клер Себастанның генератор туралы айтқанына қызығып, оның пайдалы болуы мүмкін екенін айтады. Дәл осы сәтте шетелдіктердің болуы жақындап, дауласуға уақыт қалдырмайды. Олар Себастанды алып, қорғалатын ядролық бункер болып табылатын жасырынған жеріне қашып кетеді. Ішінде Себастан топтың қалған мүшелерімен кездеседі. Олардың арасында жас неміс қызы София және егде жастағы ерлі зайыптылар Изабель мен Роберта бар. Клер Софияға өзі сақтаған шоколадтың бір бөлігін береді. Ал кішкентай қыздың жүзі қуаныштан жарқырайды. Рафа мен Октавио Себастанды генератор туралы көбірек ақпарат беруін талап етіп, шетке шығарады. Ойша Себастан Аннаның шындықты ашпауды ескерткенін естіп, оны өтірік айтуға және оларды тезірек далаға шығаруға шақырады. Ол оның кеңесіне құлақ асады және генератор туралы әңгіме ойлап тапқанын мойындайды. Рафа мен Октавио ашуланып, оны қуып жіберуге дайындалып жатыр. Бірақ олар оны алып тастағалы жатқанда София неміс тілінде сөйлейді. Оны басқа ешкім түсінбейді. Бірақ Себастан оны қуып жіберме деді деп аударып жатыр. Бұл топты таң қалдырады. Өйткені осы уақытқа дейін Софияны ешкім түсінбеді. Тіпті оның қайдан келгенін де білмеді. Қызығушылық пен ризашылықты сезінген топ Себастанды қуып жібермей, оның орнына Софияның шығу тегі туралы көбірек білуді тапсырады. София өз тарихын аудармашы Себастанмен бөлісе бастайды. Ол анасы екеуі айқайлаған дауысты естігенде пандуспен келе жатқанын түсіндіреді. Дүрбелең басталды. Адамдар бір-бірінің алдынан итеріп жіберді. Ол өзенге асығып бара жатқан адамдарды көрді. Әйтеуір, ол анасымен бірге қашып, фургонға тығылып үлгерді. Фургонда отырған кезде олар радиодан таудағы қауіпсіз жер туралы хабарды естіді. Мұны естіген топ Софиядан оның қайда екенін сұрады. Ол нақты білмейді. Сондықтан ол бордың бір бөлігін алып, сурет сала бастайды. Қабырғаға ол таудың басында тұрған қамалдың суретін салады. Клер бұл Монтвит сарайы болуы мүмкін деп болжайды. София анасымен бірге көздерін байлап, фургоннан шығып кеткенін түсіндіріп, әңгімесін жалғастырады. Бірақ қашып бара жатып, ол құлап, анасынан бөлек тұрғанын көрді. Ол оны енді ешқашан көрмеді. Эмоцияға беріліп, ол жылай бастайды. Ал Клер оны ақырын жұбатады. Басқаларға Софияны сол жерден тауып алып, оны үйіне алып кеткенін айтады. Топ қамалға бару керек пе, жоқ па, соны талқылап жатыр. Себастан мұны байқап көруге тұрарлық екенін, және онда басқа тірі қалғандар мүмкін Софияның анасы болуы мүмкін екенін айтады. Олар бункерде ұзақ тұра алмайтынын қосады. Роберта бұған келіспейді, және бұл өз-өзіне қол жұмсау миссиясы болатынын ескертеді. Алайда, топ дауыс бергенде, көпшілігі баруға шешім қабылдайды. Роберта құлықсыз келіседі. Сол түні Себастан Аннаның елес қатысуын тағы бір рет көреді. Ол оған өз сөзімен әсер ете бастайды. Оның айла шарғысының астында ол иттің арқандарын абайлап кесіп тастайды. Келесі күні хаос басталып, шетелдіктер келгенде олар босатылады деп жоспарлайды. Ол болжағандай таң әбігерге түседі. Шетелдіктер келіп, иттің арқандары үзіліп, әбігерге түседі. Шетелдіктер пайда болған сәтте әркім өзінің ең қорқынышты естеліктерін қайта бастан кешіреді. Клер ағасының өліміне қатты алаңдайды. София анасының көзін байлап тастауға шақырған дауысын естиді. Ол оған қолын соза бастағанда, Октавио оны дер кезінде тоқтатады. Басқа жерде Рафа ашуланып иттерін іздейді. Оларды таба алмаған соң, ол шарасыздыққа бой алдырады. Көзін байлап, келімсектерге тіке қарайды. Әп сәтте аң-таң болып, басын көліктің алдыңғы әйнегіне соғып, өзін өзі өлтіреді. Клер әлі күнге дейін ағасы туралы естеліктерге бой алдырып, азап шегіп, басын ұстап отыр. Октавио оны шындыққа қайтаруға тырысады және қауіпсіз аймақты іздейді. Осы уақытта Роберта Рафаны іздеп жатыр. Бірақ оны қазір келімсектердің бақылауында тұрған иттердің бірі қолынан қатты тістеп алды. Жарадан қан ағып жатыр. Октавио барлығына қауіпсіз аймаққа көшуге шақырады. Ол Рафаны шақырады, бірақ таба алмайды. Клер оған Рафаның қайтыс болғанын хабарлауға қиналады. Мұны естіген Октавионың көңілі түсіп кетеді. Оның ішінде Изабель Робертаның жарасына қамқорлық жасайды. Ол оны таңып жатқанда, Роберта оны алдағанда естігенін күбірледі. Изабель мұның шындыққа жанаспайтынын алға тартып, шетелдіктер оны эмоционалды түрде әлсірету үшін оның естеліктерін бұрмалап жатқанын түсіндіреді. Кейінірек Октавио шетелдіктер кванттық шындықтан шыққан болуы мүмкін деп ойлайтынын түсіндіреді. Ол адамдардың ең терең қорқыныштарына сүйене отырып, олардың пішінін өзгертеді және бұл қорқыныштарды құрбандарын бақылау үшін пайдаланады деген теорияны алға тартады. Клер ағасының күресі туралы айтады. Ол клиникалық депрессиядан зардап шекті және ол психолог, психиатр болса да, оған көмектесе алмады. Кінә сезімі оны әлі де мазалап жүр. Ол Себастанға бұрылып, келімсектердің шабуылы кезінде не естігенін сұрайды. Бірақ ол оның сөзін бөліп, оның орнына Софияның қайда екенін сұрайды. Клер оны іздеуге дайындалып жатыр. Бірақ Себастан оған ақырын демалуын айтып,
қыздың жағдайын тексеретінін айтты. Ол Софияның жалғыз отырып жылап отырғанын көреді. Ол оның қасына тізе бүгіп, оған бір кездері Аннаның туған күніне сыйға тартқан медальонын береді. Осыдан 7 ай бұрын Аннаның туған күнінде болған оқиға есіме түсті. Себастан оны сүйіп, жақын арада тойлаймыз деп уәде береді. Қазіргі уақытта ол Аннаның Софияға неліктен кулон сыйлағанын сұраған даусын естиді. Ол сол жерде тұрғанда Клер ішке кіреді. Бірдеңе дұрыс емес екенін байқаған соң, ол Аннаның кім екенін сұрайды. Ол оның әйелі ме, әлде қызы ма? Өйткені Софияның кулонында Аннаның есімі ойып жазылған. Ол шетелдіктер ұшып келгенде Аннаның даусын естімегенін сұрап, табандылық таныта береді. Клер өзінің психиатр екенін айтып, оның орнына ештеңе қаламайтынына сендіріп, оған көмектесуді ұсынады. Ол естігені оның санасын манипуляциялау үшін шетелдіктер қолданатын иллюзия екенін түсіндіреді. Ол бір кездері қайтыс болған ағасының даусын естігенін, бірақ ақырында оның шындыққа жанаспайтынын түсінгенін айтады. Клердің артында Аннаның елесі Себастанға тағы да сыбырлап, оны Клерге сенбеуге көндірді. Себастанның бір-біріне қарама-қайшы екені анық, Клер оны сендіре жаздады. Бірақ кенеттен Робертаның қатты айқайы оны тоқтатты. Оның инфекциясы күшейіп, тез таралады. Клер оларға шұғыл антибиотиктер қажет екенін айтады. Ол, Себастан және Октавио көздерін байлап, іздеуге шығады. Себастан мен Октавио басқа бөлмені тінтіп жатқанда, Клер дәрі-дәрмек шкафтары салынған ваннаға кіреді. Октавио дәрі таппай, тамаққа сүрінеді. Ол Себастанға қоңырау шалып, бәрі жақсы ма деп сұрайды. Осы кезде Себастанның басынан Аннаның дауысы қайта шығады. Алаңдап, барлық терезелер жабық және қайтып оралу қауіпсіз деп жауап береді. Алайда, Октавио ішке кіргенде, терезенің ашық тұрғанын көреді. Бір сәтке көзін байлап алғаннан кейін, ол келімсектерді көреді де, әп сәтте толқып кетеді. Ол ашуланып, пышақты алып, өлгенше асқазанына бірнеше рет ұрады. Себастан шошып, не болып жатқанын көріп, шошып кетеді. Басқалардан айырмашылығы, ол Октавионың жаны оның денесінен кетіп бара жатқанын көрмейді. Ол қатты өкінеді. Дүрбелеңге түскен Клер бөлмеге кіріп, Себастанға тез арада кету керек екенін айтады. Аннаның дауысы оны Клердің көзін байлап тастауға шақырады. Бірақ Клер оны ештеңе істей алмай тұрып тартып алады. Бункерге оралғанда, олар Изабель мен Робертаға қосылады. Изабель Октавионың қайда екенін сұрайды. Ал Клер көзіне жас алып, оның тірі қалмағанын айтады. Ол Изабельге Робертаны емдеу үшін антибиотиктер береді. Содан кейін Изабель Себастанның неге басқалардан бөлек отырғанын сұрайды. Клер қатты шошып кеткенін және Октавио терезені ашық қалдырғаны үшін өлді деп ойлайтынын түсіндіреді. Оның өзін кінәлі сезінгені анық. Кейінірек Анна Себастанмен тағы да бетпе-бет келіп, неге Клердің көзін жаппағанын сұрады. Себастан Октавио қайтыс болғанда, оның жанының қайта тірілгенін көрмегенін айтады. Анна оны сенімін жоғалтты деп айыптайды. Сынған Себастан өзінің мүлде құтқарушы емес екенін мойындайды. Мүмкін ол қасқыр шығар. Клер, Себастан және егде жастағы ерлі зайыптылар көшеге қайта шыққанда, олар көріпкелдер деп аталатын келімсектердің бақылауындағы адамдарға тап болады. Сирстің жетекшісі Себастан 9 ай бұрын шіркеуде кездескен діни қызметкер. Бұл хаоста Роберта мен Изабель басқалардан бөлініп қалды. Шетелдіктер оларды тез қоршап алды. Олар мұның соңы екенін түсінеді. Роберта Изабельге соңғы рет қарап, бірге өткізген соңғы сәтін армандайды. Олар көздерін байлап, үнсіз қоштасып, қуып жетеді. Осы уақытта Клер Себастанның көзілдірігін тауып алады. Ол арқылы ол анық көре алады. Оған шындық жетеді. Себастан осы уақыт бойы өтірік айтты. Ол жай ғана тірі қалған адам емес. Ол шетелдіктердің жағында. Ол оның Октавио мен Рафаның мүмкін басқалардың өліміне себепкер болуы мүмкін екенін түсінеді. Софияның қолынан ұстап, ол қызды қорғауға бел буып, одан алыстап кетті. Себастан Аннаның дауысын ести береді. Ол оны үнемі манипуляциялап, олардың кездесуі аяқталуы үшін тағы екеу ғана өлу керек деп сыбырлайды. Клер Софияны бункердің төбесіне апарады. Ол оған қандай жағдай болса да, көз патшын шешпеу керектігін айтады. Бірақ Себастан олардың соңынан ереді. Клер одан қашықтықты сақтауға тырысады. Ол көзін жұмып, төбеден құлап, баспалдақтан құлап, есінен танып қалғандықтан дұрыс емес қадамдар жасайды. Қазір София Себастанның алдында жалғыз тұр. Аннаның дауысы оны қыздың көзінің жамауын шешуге шақырады. Ол қолын созып, бас тарта жаздады. Бірақ эмоция оны басып қалды. Ол мұны істей алмайды. Ол Софияны ренжіткісі келмейді. Оның орнына ол оны құшақтайды. Оның ішінде бірдеңе өзгеріп жатыр. Ол ұзақ уақыттан кейін алғаш рет өзін қайтадан адам ретінде сезіне бастады. Оның алдында естеліктер ашылады. Осыдан 7 ай бұрын Аннаның туған күнінде Себастан оны қызымен бірге тойлап жатқан болатын. Қуаныш ұзаққа созылмады. Діни қызметкер кенеттен олардың үйіне баса көктеп кірді. Ол Анна мен Себастанды төбеге алып шығады. Сол жерде ол Аннаның маңдайына көз тәрізді сияны жағып, оның көзін ашуға мәжбүрлейді. Ол бірден бөтен планеталықтардың бақылауына түсіп, өзін жартастан лақтырып жібереді. Себастан қатты соққыға жығылды. Ол діни қызметкерге шабуыл жасамақшы болады. Бірақ содан кейін ол шетелдіктермен тікелей көзге түседі. Бұл бір сәт жеткілікті. Олар оның ақыл ойын басқарады. Оның қасында Аннаның елес кейпі пайда болады. Ол оның қолынан ұстап,
олардың қайта қосылатынына уәде береді. Қазіргі уақытта Себастан Клер мен Софияға оралады. Ол бәрін түсіндіруге, өкініш білдіруге тырысады. Клер оған сенбейді және қашықтықты сақтайды. Бірақ Себастан оны алдап кеткенін айтады. Ол өзінің сайланғанына шынымен сенді, бірақ қазір мұның бәрі өтірік екенін түсінді. Ол тек олардың аман қалуына көмектескісі келеді. Басқалардан айырмашылығы, ол шетелдіктерді анық көріп, тірі қалуы мүмкін. Бұл оның жалғыз артықшылығы. Екінші жағынан, Сирс оларды қуа бастайды. Себастан Клер мен Софияны қуып жібереді. Сирстің бірі оны қуып жетіп, соқыр болу үшін саусақтарын көзіне тигізіп, оған шабуыл жасайды. Кенеттен күш қуатының артуымен Себастан оны итеріп жібереді. Ол құлап, бір сәтте қайтыс болды. Уақытты босқа өткізбей, Себастан Клер мен Софияны көлікке отырғызып, тау сарайына қарай беттеді. Жолда ол Аннаның көлеңкесін үнемі елестетеді. Ол оны артқа бұрылуға көндіреді, бірақ ол алға қарай жүре береді. Ақырында олар арқан көтергіш мұнарасының түбіне жетеді. Бұл тікелей тауға баратын жалғыз жол. Онда армия қамал ішінде қауіпсіз аймақ құрды. Ол көлікті негізгі кіреберістің жанына қойып, көріпкелдер пайдалана алатын кез келген жолды жауып тастайды. Ол Клер мен Софияға шығуға көмектеседі. Содан кейін оның жанармай багын жағып, көлікті өртеп жібереді. Арқанды көтеру олардың соңғы құтқаруы. Клер мен София бортқа шығуға дайындалып жатқанда, Себастан оларға ажырасудың уақыты келгенін айтады. Клер оны олармен бірге жүруге көндіреді, бірақ ол Сирсті ұстау үшін қалуды талап етеді. Клер құлықсыз қоштасып, Софиямен бірге көтеріле бастайды. Көтерілу кезінде София тұңғиыққа құлап кете жаздады және құлай бастады. Клер бірден әрекет етіп, оның қолынан ұстап алады. Әйтпесе олардың сәтсіздікке ұшырайтынын түсініп, ол тәуекелді түсініп, олардың жолын табуға көмектесу үшін көз патшын алып тастайды. Осы кезде діни қызметкер ізбасарларымен бірге келеді. Олар жанып жатқан көлікке жеткенде, ол жарылып, олардың жолын кесіп тастайды. Ашуланған, бірақ шешімді діни қызметкер Себастанға оны келімсектер жоғары мақсат үшін сайлады деп мәлімдейді. Ол Себастанды берілуге шақырады. Бірақ Себастан бас тартады. Ол оларға бұл жаратылыстардың құлы емес екенін айтады. Темір таяқшаны қысып, шайқасқа дайындалады. Оның көз алдында ол олардың жалған құдайына сенбейтінін мәлімдейді. Осы уақытта Клер мұнараның басына жетіп, лифтті іске қосуға тырысады. Бірақ ол жерде электр қуаты жоқ екенін түсінеді. Ол үлкен қоңырауды байқап, жаңа идеяның көлеңкесінде қалады. Ол шетелдіктерді қызықтыру үшін қоңырауды қатты соға бастайды. Дыбыс оларды өзіне тартады. Ал олардың энергиясы орындықты көтеруге күш береді. Сонымен бірге Себастанның санасын шетелдіктер қайтадан жаулап ала бастайды. Олар оны діни қызметкердің барлығын босату үшін осында екеніне сендіруге тырысады. Жанып жатқан көліктің жалынынан ол отта тұрған Аннаның бейнесін көреді. Бұл көрініс оны жойып жібере жаздады. Бірақ ол өзін зейінін шоғырландыруға мәжбүр етеді. Шетелдіктер Клер мен Софияға жақындап, олардың ақыл ойларын жаулап алуға тырысады. Клер ағасының даусын қайта ести бастайды. Себастан Аннаның жалынға оранған бейнесімен күреседі. Бірақ оның енді жоқ екеніне өзін сендіреді. Бұл шындыққа жанаспайды. Жаңа шешіммен ол діни қызметкердің ішін таяқпен ұрады. София мұнараның шетіне жақындап, құлап кете жаздады. Бірақ Клер оны дер кезінде көтеріп алды. Содан кейін Клер есіктердің тура 4 секундта жабылатынын түсініп, лифтке назар аударады. Мұны біле тұра, ол дұрыс уақытта секіруді жоспарлап отыр. Осы уақытта діни қызметкер Себастанға шабуыл жасап, оны ауыр жарақаттады. Себастанның денесінен қан ағып жатыр, бірақ ол бас тартудан бас тартады. Діни қызметкер оны аман қалмаймын деп мазақ етеді. Бірақ Себастан ол аман қалмауы мүмкін деп жауап береді. Бірақ Клер мен София аман қалады. Ол олар үшін, жоғалған қызы үшін өзін құрбан етеді. Клер санасында секундтарды санау арқылы бөтен әсермен күреседі және сәт келгенде Софиямен бірге орындыққа секіреді. Олар өздерін қауіпсіз сезінеді. Клер Себастанға үнсіз алғыс айтады. Осы уақытта Себастан соңғы демін алады. Анна болып табылады оған соңғы минуттарында. Ол тайып бара жатқанда оны ақырын құшақтайды. Клер мен София ақыры қамалдың қауіпсіздігіне тап болады. Сарбаздар оларды тергеу үшін ертіп барады. Ғимарат өте үлкен. Ол тірі қалғандарға толы. Софияның анасы оны байқап қалады және эмоционалды кездесу өтеді. Ол қызын үйіне қайтарғаны үшін Клерге алғыс айтады. Сарбаздар Клерді тексеруге апарады. Медициналық қызметкер оның бөтен планеталықтардың ықпалына түспеу үшін оның көзін тексереді. Клер өзінің бөтен планеталықтармен байланысы жоқ екенін айтады. Бірақ ол олармен байланысуға олардың тарапынан біреу көмектескенін түсіндіреді. Біз қауіпсізбіз. Ол сондай ақ көптеген басқа адамдар әлі де көмекке мұқтаж екенін айтады. Содан кейін офицер Клерге химиялық маркер енгізеді. Клер себебін сұрайды. Офицер стресс пен азаптың салдарынан болатын эпигенетикалық өзгерістерді, адамдарды көргендерге, шетелдіктерді өлмей, ақ көре алатын адамдарға айналдыратын өзгерістерді анықтайтынын түсіндіреді. Олар өледі, бірақ олардың бақылауында болады. Клер мұның Себастанмен болғанын түсінеді. Қызы оның көз алдында қайтыс болған кезде, оның діңкісі өзгерген болуы мүмкін. Бұл оны шетелдіктерді көруге қабілетті етті, бірақ өле алмады. Сондықтан олар оны өздерінің көргендерінің біріне айналдырды. Офицер егер Клер де көрген болса, оның қаны вакцинаны жасауға көмектесетінін қосады. Осы уақытта зертханада армияның 2 ғалымы тұтқынға алынған көріпкелдің қанын вакцина жасау үшін пайдаланады. Олар оны егеу құйрықтарда сынап көрді.
Олар бөтен адамның көлеңкесін көргеннен кейін 48 секунд бойы тірі қалды. Енді олар сары судың жаңа формуласын жасап шығарды. Олар өмір сүру ұзақтығын 1 минутқа ұзарта алады деп ойлады. Олар оны егеуқұйрықтарда сынап жатыр. Бірақ эксперимент қайтадан сәтсіз аяқталды және егеуқұйрықтар тез өледі. Тұтқынға алынған көріпкел келімсектерді көргісі келіп, айқайлай береді. Оқиға осымен аяқталады. Келесі шолуда кездескенше, қарағаныңызға рахмет.